Құдайдың атын жамыла отырып, қан төккеннен артық зұлымдық бар ма жер бетінде? Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым. Дәл қазір Нью-Йорк қаласындағы 11-ші қыркүйек лаңкестігінің ескерткішінің ішінде тұрмыз. Дәл осы жерде бейуаз жандардың қаны төгілді. Неден өлгенін білмей, ажалы кімнен болғанын, не үшін болғанын білмей, қаншама бейуаз қарапайым жан бұл өмірден кетті. Олардың жақындары, туыстары енді өзге бір қауымға өшпенділікпен, кекпен өмір сүріп жатыр. Иә, мынау 11-ші қыркүйек оқиғасының ескерткіш белгісі. Осы орында салынған үлкен ғимарат. Бірақ орта ғасырдағы крест жорығын еске алсақ, сол заманда Рим империясы, Ватикан поптары тарапынан ұйымдастырылған сол жорықтарда қаншама бейуаз мұсылманның қаны төгілді. Анығында бұл крест жорығын сол замандағы католиктік христиандық поптар ұйымдастырып, оған Еуропаның діндарлары, пірадарлары, саудагерлер және қарапайым егінші шаруалары қатынасқан болатын. Сол замандағы Рим папасының, Ватиканның берген уәдесі бойынша мұсылмандарды өлтірсе тіке жәннатқа шығады екен. Олардың ұғымында мұсылмандар басқыншы, шапқыншы, оларға тиесілі қасиетті жерді жаулап алушы екенбіз. Сөйтіп қазіргі Палестинге, мұсылманша айтқанда Әл-Құддысқа таласқан сол соғыстар крест жорығы деген атпенен адамзат тарихында қалды. Сөйтіп қазіргі Палестина мәңгі бақи мұсылмандар мен христиандардың ортасындағы сан мәрте, мүмкін 10 шақты, мүмкін 15, мүмкін одан да көп, ірілі ұсақты 2 ғасырға жалғасқан мәңгілік соғыстардың себебі болды, жалғасы болды. Міне бұл бүкіл адамзат тарихында осы уақытқа дейін айтылып келеді. Әркім әрине өз көзқарасымен. Ал Палестинаның мәселесі бүгінде де бүкіл адамзаттың ең бір бас ауыртатын басты тақырыбы болып отыр. Иә, ол жерде бұрын еврейлер өмір сүрген, қазақтың тілімен айтқанда жойыттар өмір сүрген, кейін арабтар ол жерді алды, сосын ол жерге жойыттар кейін өзінің 2000 жылғы отансыздықтан кейін отанын қайта құруды дұрыс деп тауып, ол араға 1000 сан машақатпен жиналып, сол жерде отандарын құрды. Бірақ осы қасиетті делінетін христианның да, мұсылманның да, еврейдің де бұл қасиетті жеріне сол кездегі талас алдымен христиан мен мұсылман ортасында болды. Жорықты бастаған Ватикандар болды. Иә, сол заманның діни фанаттары сөйтіп қан төгу арқылы жәннатқа кіреміз деді. Міне, дәл қазіргі мұсылман десе болды, діни фанат деп ойлайтын. Мұсылман десе болды, беліне бомба байлап жарып жібереді деп ойлайтын дүние жүзілік осы бір ауқымды ойласақ, дәл 11-12 ғасырларда батыстың дінін ұстанған, кеудесіне крест таққан сол қауымда осындай ұғымда болған. Бірақ олар біртіндеп арылып келе жатыр. Біртіндеп демократия дейтін, адамдарды нанымына, сеніміне қарамастан алаламай, адамдардың құқығын құрмет тұтатын, әр адам өзінің діни нанымы, сенімі үшін алаланбайтын жүйені біртіндеп жасақтап, және біртіндеп соны кемелдендіріп, жақсартып келе жатыр. Ал бірақ біздің мұсылман әлемші, біздің мұсылман әлемі керісінше сол орта ғасырдың өзінде қалып қойған сияқты. Қазірге дейін мейлі Сауди Арабия болсын, мейлі Египет болсын, мейлі Біріккен Араб әмірліктері болсын, мейлі Катар, Тунис, тағы басқа елдер болсын. Тіпті осы елдердің еш қайсысы да, тіпті құрамында республиканы ең алғаш құрды делінетін Түркияның өзі болсын, олар ешқашан демократиялы жүйе орната алған жоқ. Таққа кім келеді? Таққа құйрығы жабысады да қалады. Сөйтетте өзімен көзқарасы ұқсамағанның бәрін қынадай қыратын шайқас басталады. Міне соның кесірінен мұсылмандар әлемінде өсуде, өркендеуде болмай тұрғаны соны.
Мұсылмандардың ілімде, білімде, ғылымда, қаруда, медицинада, жаңалықта, барлық осы адам өмір сүруге тиісті, білуге тиісті барлық салада артта қалатынның түп қайнарының біреусі мұсылмандар бірде бір демократиялы жүйе орната алған жоқ. Өзінің әрбір азаматы бір билетпен дауыс беретін әділ сайлау арқылы ел басшысын тағайындайтын жүйені қазірге дейін бір мұсылман елі орната алған жоқ. Әжептәуір болып басталады да артынан бір сұмырай таққа шығып, соңында диктаторлық жүйе болып шыға келеді. Міне қазірге дейінгі мұсылман әлемінің қасіреті осы. Иә, мына жерде шын өтірігін бір Құдай біледі. Бұл жерде де осы батыс әлеміне өшіккен діни фанаттар жарылыс жасады. Саясаткерлер өлген жоқ, бұл жерде бейуаз қарапайым бұқара өлді. Анығында солар шынында шын жаратушының разылығына ие болып, сол бейуаз адамдарды, біреудің әкесі, біреудің шешесі, біреудің аға бауыры өлтірді. Тіпті олар не үшін өлгенде білмей кетті. Қазір олардың туыстары кекпен өмір сүріп жатыр. Жақындары, таныстары кекпен өмір сүріп жатыр. Ал шынында сол бейуаз адамдарды өлтіргендер шынында жәннатты болады деп ойлайсыз ба? Мен ойлаймын, болмайды. Бейуаз адамдардың, мейлі оның діні кім болсын, ұлты кім болсын, көзқарасы қалай болсын, оны нақақтан өлтірген, нақақтан олардың жанын қиған, қанын төккен адам ешқашан шексіз құдірет иесі жаратушының разылығына ие болады деп мен ойламаймын. Олар күнәһарлар. Олар ешқашан шахид та емес. Олар жәннәті де бола алмайды. Тура сол сияқты осыдан бәленбай ғасыр бұрын, ана 10-шы, 11-шы, 12-ші ғасырлардың өзінде мұсылмандарды қынадай қыруға аттанған, сол крест жорығын ұйымдастырған, кеудесіне дәу қып крест таққан сол крест жорықшыларда, Ватиканның поптарда, оларда өздері аңсаған, өздері жұртқа уәде қылған жәннатқа кіре алмайды. Өзі де кіре алмайды, өзгелер де кіре алмайды. Себебі оларда сол діннің тонын жамылып, бейуаз қарапайым халықтың қанын төкті. Жалпы айтайын дегенім, адам баласы бүгін біздің осы жазу пайда болды, өркениет пайда болды делінетін соңғы 4-5 мың жылдан бері. Енді оның алдыңғы жағын біз білмейміз. Осы өзіміз білетін соңғы 4-5 мың жылдан бері дәл қазіргідей бүкіл жер шары алақандай ауылға айналған сәт болған жоқ. Иә, бізден бұрын өзге өркениет болып, бізден бұрын олар таудан биік үй салып, теңіздің үстінде де, теңіздің астында да өмір сүріп, ғарышқа ұшып, жасаған шығар, оны біз білмейміз. Бірақ біз білетін мына өркениетте дәл бүгін бүкіл адамзат, бүкіл жер шарын алақандай ауыл дәрежесіне дейін жеткізді. Дәл осы қоғамда біз өмір сүреді екенбіз, ендеше адамның өмірі мен адамдық құқығын бірінші деңгейге қою керекпіз. Адам өзінің құқын өзі қорғау керек. Екінші, адамдар қандай да бір наным сенім үшін басқа бір адамдардың жанын алуға, қорлауға, оның жерін тартып алуға, мал мүлкін тартып алуға, бала шағасын жетім қылуға құқық емес. Адамдар кәдімгі осындай құндылықпен адамды, яғни әрбір адамды, оның нанымы қалай болғанына қарамай, оны Құдай жаратты, бұл өмір сүруге құқылы. Оның саяси нанымы да, оның діни нанымы да өзінің қалауы деп білген кезде ғана олар жаратушының мейіріміне ие болады деп ойлаймын. Ал өз құқын қорғай алмай, өзгеге құл болып, басқа бір билеуші диктаторлардың, тобырлардың, бандит қарақшылардың құлы болып, өзгенің құқын қорғамақ түгілі өзінің бала шағасының, ұрпағының құқын қорғай алмай отырған біздің бүгінгі қарекетсіз және қамсыз қазақ халқы үшін алған кезде бұл тақырыптар мүмкін әлі ерте шығар. Бірақ бір нәрсені айтамыз. Ақиқат үшін күрес ол жаратушының ұнататын ісі. Себебі жаратушы ақиқатты ұнатады. Ал қазіргі біздің қазақ қоғамындағы дін тонын жамылып алғандар, анығында олар сол жаңағы мұсылмандарды қынадай қырсаң жәннатқа кіресің деп крест жорығын ұйымдастырған жалған діндарлар, пырадарлар, жаңағы жалған поптарменен бірдей.
немесе біздің қазіргі сол біздің қоғамдағы аталмыш діндарлар сол мына бейбіт халықтың қанын төксең жәннатқа кіресің деген әлгі лаңкес діни фанаттарменен бірдей. Біз қазақ халқы жаратушыны ешкімнің жеке меншігіне бермей, мынау діни фанаттардың өтірік үгіт насихатына алданбай, ақиқатты таразы қылғанда, ақиқатты өлшем қылғанда ғана олардың жалған, екі жүзді, алаяқ, арсыз бейнесін көре аламыз. Олар биліктен пайда тауып отыр. Олар билікке еңбек етіп, биліктің үгіт насихатын жасап, ақиқатты табанға таптап, халықты үнсіздікке, көмпістікке үгіттеп, халықты арсыздыққа, барлық зұлымдыққа көзіңді жұмып қара. Бүкіл қоғамда жезөкшелік асқынса үнсіз отыр. Бүкіл қоғамда кредит, адамзат тарихында болмаған сұмдық өсім кредитке үнсіз қара, көзіңді жұмып қара. Барлық зұлымдық ол сенің тағдыры, оған көн деп үйреткендік үшін, және елбасы деп, дінбасы деп, қолдан жасалған құдайларға табынуға шақырған үшін олар бірінші тозақылы. Бірінші құдайдың қарғысына қалатындар солар. Ал жаратушы, шексіз құдірет иесі жаратушы, ол ақиқатшылдармен бірге. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, біздің видеомызды таратыңыздар. Аман сау болыңыздар. Нью-Йорк қаласы 11 қыркүйек ескерткіші 1 наурыз 2023 жыл.